қайырлы күн ханымдар мен мырзалар. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Қазақ халқында айтады, көргені жақсы көш бастайды дейді. Мінекей байқасаңыздар, еліміздің дамуына үлес қосқан елдің ардақты азаматтары мен азаматшалары Қазақстаннан, Өзбекстаннан арнайы осы іс-шарамызға келіп, бүгін үлкен жақсылыққа ортақ болып отырған жайы бар. Олай болса ардақты ағайындар, Ташкент қаласындағы Шымыр баба кесенесіне қош келдіңіздер. Қадамдарыңыз құтты болсын деп өзіміз үшін бір қошемет көрсетіп қойықшы. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Алла разы болсын. Мінекей Алланың нұры жауған күнде сіздермен біздер Өзбекстан, Қазақстан Республикасының ардақты жақсылармен жайсаңдары болып бас қосып отырған жайымыз бар. Бүгінгі іс-шараның берері өте мол. Енді біз осындай іс-шараның барысында баршаңызға алғысымызды білдіргіміз келеді ардақты ағайындар. Мынау өмір бірде жарық бірде түн, орнатпайды мынау басқа күнде мұң. Бұл өмірден алған сенің бақытың, тірі болып аман есен жүргенің дейді. Алла тағалам бүгін осындай бір керемет іс-шараны нәсіп қылған екен. Бүгін енді Шымыр баба кесенесіне арнайы келіп, сәлем беріп, бата қылып, Құран бағыштасақ деп ниет қылып отырмыз. Ниеттеріңіз тағы да қабыл болсын ардақты ағайындар. Ал енді осындай игі шараның басында батаменен ер көгереді, жаңбырменен жер көгереді дейді ғой. Үлкендердің батасын алу біздің басты парызымыз. Осы шарамыздың басында Оңтүстік Қазақстан облысының құрметті азаматы, құрмет орденінің егері Абыз қариямыз Камардин Қажы Мәлікұлы ақ батасын береді. Содан кейін Шымыр ата мешітінің имамы Нұрмахамбет қажы Құран оқиды және соңында Шымыр баба Шымкент қаласы бас имамының орынбасары Ақтамберді Мұсабек қажы бата қайратын болады. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Мен Камардин қажыға арнайы микрофонды ұсынайын. Аға, қош келдіңіз. Бір батаңыз берсеңіз. Аумин деп қол жайыңыздар. Мен бір толқып тұрмын, шын айтайын. 84 жас енді қазіргі уақытта ол үлкен жас емес екен. Бірақ бізге өзімізге үлкен жас. Мен мынау бір тарихты айтып берейін. Осыны Болат әкім болып тұрғанда жылқы шейіп может. Аға, осы жерден сіз енді бір Құдай асты, сіз басасаңызшы деді. Мен Сарыағаш шипажайында жұмыс істеймін, директор болып. Жарайды дедім, жағдайым келеді, ол Құдай деді. Мен осы жерде, мына ондай қылып тұрып, бекітіп тастап, әдемелеп, сондай жасап, бір соны бастап беріп едік. Мен сол Құдайға шүкір жалғасын қауып атыр. Құдайға шүкір міне Шымыр руымыздың. Мен жаңа тағы бір нерді бір жақын тауып алдым. Тұрар Рысқұловтың мен Шымыр Шылмембет екенін естіген едім. Соның қабірін тауылыпты. Bir kol çaparak da koysun. Жамбыл облысының жігіттері өте орынды. Шырмембеттің ішіндегі Бауыржан Момышұлы, Тұрар Рысқұлов, Шерхан Мұртаза, осылардың бәрі үлкен азаматтар, үлкен Шымыр бабамыздың ұрпақтары. Құдайға шүкір, Шымыр баба тегін емес екен байқап тұрсыздар ғой, қандай азаматтар ұлдарын ұл болды солардың арқасында, Алланың арқасында Шымырдың. Мінекей айналайын қандай бір жарасып тұрмыз бәріміз. Осы содан бері жаңағы 2000 жылдан бері осы жерде Құдай ас беру жалғасып жатыр. Жалғаса берсін. Аллах тағала барлық қадамдарыңызда келген Аллах тағаланың нұры жаусын. Аллахтың сауабы аумин болсын Алла. Алла мен көбейе берейік. Құдайға шүкір. Амин. Аллаху акбар. Мінекей, ақ батасын берді, үлкен рахмет. Алла разы болсын аға. Олай болса ардақты ағайындар,